Достар, Аялаға апасы мен атасы посылка жіберді. Вау, көрейік ішінде не бар? Аяла 5-ке толған. 5 майда. Қандай подарок? Ташак кәне. Кәне мен ашып берейін ба? Кәне. Тоқта. Құтты болсын, денің сау болсын, игілігіңе киіп. Енді мұнда тағы бірдеңе бар екен, әкеліп берейік андаған екен. Ол сүйіп келесіңдер. Мынау Айгүл мен Серіктің Гәлекөнің бірінші абысын болып, өзінен кейінгі абысынға сырға салғандығына, әулеттің үлкен келінді болды деп, Серік пенен Айгүл, папаң менен мамаң саған Гүлиян Сақина. Ойбай, апа. Жоқ, сюрприз ол бәрі. Папа қарасыға. Мәссаған. Мәссаған. Маған немеге алдың? Айгүл, рахмет едім. Сөйлей берейін. Айгүл, Серік көп рахмет. Бала шағаңды қуантып, үлкен жетістіктерге жетуіне жол ашып жатқаныңа. Расында да Гәлекөлерің әулеттің үлкен келіні болды. Артынан енді Бақтиярдың келіншегерші, енді Алиярдың келіншегершін. Сол әулеттерінің үлкен бір жетекшісі болып, Айгүл өзің сияқты ақылды ене, ақылды ана, данагөй әже болып алла жазсын. Даниярым екеуі бақытты болып, бала шағасының қызығын көрсін. Көп рахмет. Әгі тек дәулетке барған келін болады. Тексілге барған келін күн болады деп, күн болғанын Құдай сақтасын. Аллаға тәуба. Сендер өздерің тектіліктерін жасырдасыңдар. Аман болыңдар. Денсаулықтарың мықты болсын, балаларың қашанды құрметті болса, сендерде де өлгенше құрметті өссін екеуі. Рахмет, апа. Ал аяқ әкел бетіне сүйен. Аяқта апаң саған алтын